Сәлеметсіздер, өте қуаныштымын бірінші сұхбат алып отқандарыңызға. Мен 1991 жылы физика-математика мектебіне түсіп, 8-9 класста оқыдым. Ал шын айтса 10-11-ді мен Новосибирск ұлттық университет қасындағы физика-математика мектебінде бітірдім. Бірақ 1995 жылы Қазақстанға оралып, Қазақ ұлттық университетінде механика-математика факультетінде оқыдым. Ал сол бірінші курстан бастап біздің мектебімізде олимпиадаға даярлау үйірмесінде жұмыс істеуді бастадым. Сол жылдан бері үзіліссіз емес, енді шын айтса, көп жылдары физматта жұмыс істеген болатынмын. Ал қайтадан толығымен 2017 жылдан бері істеп келе жатырмын. Әрине, біз 91 жылдары совет заманын енді бітіп жатқан кезі оқуға да неге де басқаша көңіл болатын. Шын айтса, біз 91 түскен жылы үлкен конкурс болмайтын. Бірақ сонда да осында көп талаптар жоғары болатын. Әсіресе физика, математика сабақтарында. Қазір айтатын болсақ, информатикадан да көп дамыды деп ойлаймын біздің мектебіміз. Басқа да пәндерден талаптар аз емес. Содан кейін білесіз, қуанышымызды биыл жаңа ғимаратты бітірдік. Енді қосымша Нұр-Сұлтан қаласында филиалымыз бар. Көп өзгерістер бар деп ойлаймын. Енді директор болғаныма 3 жыл болайын деді. Біз осы 3 жылдың ішінде көп нәрсені өзгерттік деп ойлаймын. Біріншіден ол бағдарламалар. Сіз білетін, колледж бордтың Advanced Placement сабақтарын жүргізіп жатырмыз. Ол біз жасаған сауалнама бойынша көп оқушыларымыз және ата-аналарымыз балалар шетелде оқуға қалайды екенін білдік. Ал ол үшін, оларға көмектесу үшін осы AP бағдарламалар көмектеседі деп ойлаймыз. Мен математика мамандығын бітіргеннен кейін менің курстастарым көп салаларда жұмыс істейді. Біріншіден әрине математика, ғылым жағынан сабақ береді. Бірақ көп курстастарым банктерде жұмыс істейді, қаржы жағында, IT саласында жақсы мамандар. Мен өзім 10-15 жылдай IT салада жұмыс істеген болатынмын. Қосымша ғылыммен айналысып сабақ беретінмін. Енді өзіңіз білесіз, Қазақстанда соңғы 5-6 жыл бұрын обновленка дейміз ғой, жақсы енгізілген. Оған қоса үлгілі оқу жоспарлары кейін тараған. Ол жерде әр мектеп өз бағдарламасын таңдап жатыр. Бізде де білесіздер, физика, математика бағыты азаймай жатыр, бірақ оған қоса AP курстарды әр пән бойынша жүргізіп жатырмыз. Ол да біз сол беріп жатқан еркіндіктің арқасында деп ойлаймын. Мен өзім 6 мектепте оқыған болатынмын. Әр мысалы мектепте өз әрине әсер қалдырған ұстаздарым бар. Кіші бастауыш класста оқыған кезде класс жетекшіміз мысалы жылдамдыққа көп есептер беретін. Демек, кім бірінші, екінші, үшінші балалар болса, соларға мысалы 5 қоятын. Біздің математикаға қызығушылық ашты деп ойлаймын. Ал осы мектепке түскен кезде біріншіден Каринская Елена Петровна математикадан сабақ беретін. Сол біздің білімдерімізді жүйелеп, көп есептерге шығармашылық жолмен қалай келуге болатын үйретті. Ал физика пәнінен Қанет Кайықбаевич мұғаліміміз болатын. Ол кісі біріншіден өзі университетте сабақ беріп, бізге де сабақ беріп жүрді. Өте жақсы маман. Жай сабақтармен қоса олимпиадалық сабақтарды жүргізетін. Және де адамгершілік ретінде де өте бай адам десе болады. Демек, ол өз әкелік
үлгілерді беріп тәрбиеледі деп ойлаймын. Енді шын айтса, сіз білесіз, біз жылда сондай бір атақ жасаймыз, үздік педагог сияқты ретінде, мысалы республика деңгейінде не бойынша. Бірақ мен ойымша біздің мұғалімдердің барлығы ең үздік. Себебі біздің мектебіміздің бір ерекшелігі бар. Мысалы басқа мектепке қарағанда бір параллель класстарда мұғалімдер жүргізілсе, әр мұғалімнің өзінің ерекшеліктері болады. Бағдарламалық, мысалы бір материалды қалай берген кезде де. Сол себептен мен біреуді былай бөліп айта алмаймын. Әрине, мұғалімдер мүмкін жас мұғалімдер болса, әрі жетістіктері аз шығар. Бірақ сонда да біз барлығын конкурспен алғанбыз. Әрине, заманы болғаннан кейін шығар, оқушылар оған тез бейімденіп кетеді. Бірақ соған көп уақыт кетіреді деп ойлаймын кейде. Мен ойымша одан да кітапқа бір көбірек көңіл бөлсе деп пайдасы молырақ болатын шығар. Әрине, мектеп бағдарламасының өзіндегі классикалық кітаптарды қайтадан оқып шығуға ұсынамын. Себебі әрине мұғалім өз талаптарын қояды бір бағдарлама бойынша. Бірақ сіздер өзінің артынан оқып шықсаңыздар, тағы да көп пайда аласыз деп ойлаймын. Ал заманауи кітаптарды алатын болсақ, мысалы мотивациялық Шон Ковиннің «7 навыков высокоэффективных тинейджеров» деген кітабы бар. Соны ұсынушы едім. Егер класстастармен тіл табыспай жүрсеңіздер, Мариам Петросян «Дом в котором» деген кітабы бар. Соны оқуға ұсынушы едім. Егер мұғалімдерді түсінбесеңіздер, оларға сендерге көп талап қояды деп ойлап жүрсеңдер, Белл Кауфман «Вверх по лестнице, ведущий вниз» деген кітапты ұсынушы едім. Егер де атыларды түсінбей жүрсеңіздер, Анатолий Алексин «Безумная Евдокия» деген кітапты оқып шығыңыз. Және де өз мақсаттарыңызды қайтадан тапқыңыз келсе, Дженни Даунхэм «Пока я жива» деген кітапты ұсынушы едім. Біріншіден, физматтың басшылығының арқасында, ол Берік Сергеевич Каниев, Ерболат Досаев, біз білесіздер жаңа ғимаратты бітірдік. Ол бірнеше жылы қозғалмай тұрған білесіздер. Енді биылдан бастап Бауыржан Бейсенбаевтың қолдауымен бір секцияны жөндеген білесіздер. Енді мен арманым, осы түлектер қолдайтын болса, бүкіл жатақхананы жаңартып алсақ, шексіз қуанышты болушы едім. Тек қана мен емес, оқушыларымыз да риза болушы еді. Рахмет, сізге де Алмас, осы жобаңызға сәттілік тілеймін. Осы алдымызда көп қызықты сұхбаттар болады деп ойлаймын.